Жерлеуде бірнеше адам уланып қалады. Басты күдікті үлкен әжей. Оның қызы анасын қалай болмасын қорғап алу керек. Алайда анасы Альцгеймерге шалдыққан. Бұл 2020 жылы шыққан кореялық фильмнің сюжеті. Хваджа жақында күйеуінен айырылған. Жерлеуге оның барлық туыстары мен таныстары жиналады. Жерлеудің соңы ол жерге келген көпшіліктің улануымен аяқталады. Біреуі қайтыс болып, төртеуі ауыр жағдайда. Бас күдікті Хваджа. Барлық айғақтар Кюананы көрсетіп тұрады. Уланғандардың бәрі кінәлі Хваджа екеніне сенімді. Ал әжейдің қызы адвокат, ол анасының кінәлі емес екеніне сенімді. Алайда оны үлкен мәселе күтіп тұр. Оның анасы Альцгеймер ауруына шалдыққан. Фильм өмірден алынған, өмірде 80 жасар әжей кінәлі деп танылып, өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Фильмнің аты